Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей бүгінгі видеомыз түс жору жайлы болады. Бүгінгі шығарылым суға бату жайлы болмақ. Жалпы түсіңізде суға батқаныңызды көрсеңіз, сіздің осы өміріңіздің қызығына алданып, Алла ұнатпайтын жаман амал жасап жүргеніңізді білдіреді деген. Тағы қандай жорулар бар, соған тоқталып өтейік. Түсіңізде теңіз немесе өзенге батып өлгеніңізді көрсеңіз, онда күнәңіздің көбейгендігінің белгісі. Түсіңізде кішкентай баланың суға батқанын көрсеңіз, онда ол сіздің басыңызда бір қайғының бар екендігін білдіреді. Егер түсіңізде бір бала батып жатқанын көрсеңіз және сол баланы танысаңыз, онда ол балаға ата-анасының көп көңіл бөлмейтіндігінің белгісі. Сол себепті ата-анасына сол балаға көңіл бөлулерін айту қажет. Түсіңізде демалыста жүріп суға батқаныңызды көрсеңіз, демалысыңыздың аяқталғанын білдіреді. Түсіңізде бір адамды суға батырып жатқаныңызды көрсеңіз, сіздің сол адамға көп ақша жұмсайтындығыңыздың белгісі. Тұрмыс құрмаған адам түсінде суға батқанын көрсе, армандарына қол жеткізбегендігіне ишара. Тұрмыс құрмаған әйел суға батса және оны біреу құтқарып алса, тұрмысқа шығатындығына ишара, сондай-ақ алға қойған мақсаттарына жететіндігінің белгісі. Түсіңізде суға батып жатқан туысыңызды құтқарып алсаңыз, сол туысыңыздың бақытты болатындығына ишара. Жүкті әйел түсінде жақын адамының суға батып жатқанын көрсе, жүктілігі ауыр өтіп жатқандығына ишара. Жүкті әйел суға батып, судан аман-есен шықса, Алла тағала ол әйелді және баласын мейіріміне алғандығының белгісі. Түсіңізде жақын адамыңыз суға батқанын көрсеңіз, онда сол адамға абай болу керек екендігіне ишара, себебі ол шынымен суға батуы мүмкін. Түсіңізде батпаққа батып жатқаныңызды көрсеңіз, бір жаманшылық келетіндігіне ишара. Түсіңізде суға батып аман қалсаңыз, басыңыздағы қайғыдан арылатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде суға батып жатсаңыз, қарызыңыздан құтыла алмай жүргендігіңіздің белгісі. Түсіңізде бай адаммен суға батып бара жатсаңыз, сіздің қаржылық жағдайыңыздың жақсаратынына ишара. Түсіңізде үйіңіздің суға батып жатқанын көрсеңіз, ішінде достарыңыз болған болса, сіздің басыңызға бір сынақтың келе жатқанына ишара. Тұрмыс құрған әйел түсінде өзінің суға батып жатқанын көрсе, онда ол өзінің күйеуімен және де бала-шағасымен ара қатынасын дұрыстау керек екендігіне ескерту. Бойдақ қыз түсінде өзінің суға батып жатқанын көрсе, күнә істерін тоқтату керек екендігіне ишара. Бойдақ қыз түсінде бір адаммен сөз байласып жүріп, суға батқанын көрсе, өзіне деген сенімсіздігінің белгісі. Бойдақ қыз түсінде танитын адаммен суға батып бара жатқанын көрсе, сол адамға тұрмысқа шығатындығының белгісі. Білім алып жүрген адам түсінде өзінің суға батып жатқанын көрсе, онда ол су алып жатқан білімінің белгісі. Анасы түсінде қызының суға батып жатқанын көрсе, қызының бір қиыншылыққа тап болғандығының белгісі. Егер түсінде әкесі өзінің қызының суға батып жатқанын көрсе, онда қызының асығыс шешім қабылдайтындығына ишара. Ал егер қыз әке-шешесінің суға батып жатқанын көрсе, онда қызының бір қиындыққа тап болғанының белгісі. Қайтыс болған адамның суға батып жатқанын көрсеңіз, онда ол адамның қабірдегі жағдайы жаман болғандығына ишара. Ол үшін дұға жасап қойыңыз. Ал егер қайтыс болған сол адамды судан құтқарып алсаңыз, онда ол адамның жағдайының жақсы екендігіне ишара. Ол адамға да дұға жасап қойыңыз. Егер түсіңізде ұлыңыздың суға батып жатқанын көріп, оны құтқарып алсаңыз, ұлыңыздың жағдайын дұрысталатындығына ишара. Түсіңізде күйеуге шығайын деп жүрген қызыңыздың суға батқанын көрсеңіз,
онда ол қызыңызды ол жігітке күйеуге бермеңіз. Егер түсінде жүкті әйел өзінің баласының суға батқанын көрсе, онда жүктілік уақытында ауырлықтар болатындығына ишара. Бұндай уақытта сақ жүру керек. Егер түсінде жүкті әйел біреуді судан құтқарып алса, онда жақсы хабар келетіндігінің белгісі. Түсіңізде бір адамды суға батудан құтқарып алсаңыз, онда сіз досыңызға көмектесетіндігіңізге ишара. Түсіңізде теңіздің түбінде батып жатсаңыз, сізге бір беделді адамның зияны тиетіндігіне ишара. Егер түсінде Аллаға сенбейтін адам өзінің суға батқанын көрсе, онда ол адамның жақында дін қабылдайтындығына ишара. Түсіңізде суық суға батып жатқаныңызды көрсеңіз, ақшаңыз сізді құртатындығына ишара. Түсіңізде таза суға батып жатқаныңызды көрсеңіз, онда мол ақша келетіндігіне ишара. Түсіңізде қанға батып жатқаныңызды көрсеңіз, ауыр қылмыс жасағаныңыздың белгісі және сол қылмысыңыздан адамдар жапа шегуде. Түсіңізде туысқандарыңыздың бәрін судан құтқарып, өзіңіз суға батсаңыз, туысқандарыңызға жақсылық жасайтындығыңыздың белгісі. Түсіңізде теңізде шомылып жүргеніңізді көрсеңіз, онда мол байлыққа және жоғары лауазымға ие боласыз. Түсіңізде таза суға батып кетсеңіз, жауыңыз сізге қастандық ойлап жүргендігіне ишара. Түсіңізде кішкентай баланың суға батқанын көрсеңіз, қаржылай қиындықтарға тап болатындығыңызға ишара. Түсіңізде танитын кішкентай бала суға батып жатса, ол баланың басындағы қиындықтардың белгісі. Егер тұрмыс құрмаған қыздың түсінде танитын кішкентай баланың суға батқанын көрсе және сол баланы құтқарып алса, онда ол қыз отбасына бақыт, береке әкелетіндігінің белгісі. Тұрмыстағы әйел кішкентай баланың суға батып жатқанын көрсе, онда ол өз балаларына көңіл бөліп, оларға қамқор болу керек екендігіне ишара. Егер түсінде тұрмыстағы әйел суға батып бара жатқан баланы құтқара алмай қалғанын көрсе, ол өзінің алға қойған мақсатына жете алмағандығының белгісі. Түсіңізде қызыңыздың суға батқанын көрсеңіз, ол қызыңыз үшін уайымдамайтыныңыздың белгісі. Түсіңізде судан аман қалуыңыз күнәңізге өкініп, одан арылғандығыңызға ишара. Түсіңізде суға батып кетуден аман қалған адамды көрсеңіз, Алла тағаланың оның дертіне шипа бергендігіне ишара. Түсіңізде қарыз болған адамның судан аман қалғанын көрсеңіз, ол адам қарызын өтейтіндігіне ишара. Түсіңізде бойдақ жігіттің судан аман қалғанын көрсеңіз, онда ол салихалы қызға үйленетіндігіне ишара. Түсіңізде теңізді малтып өткеніңізді көрсеңіз, ол жақсылыққа жолығатындығыңыздың белгісі. Оған мысал ретінде Фирғауыннан құтылған Мұса пайғамбарымызды айтуға болады. Түсіңізде теңізді кесіп өту алға қойған мақсаттарыңыз бен армандарыңызға қол жеткізетіндігіңіздің белгісі, немесе барлық қайғыңыздан арылатындығыңызға ишара. Түсіңізде судың үстінде жүріп бара жатсаңыз, онда өміріңізде болып жатқан қиындықтарыңызды жеңетіндігіңізге ишара. Түсіңізде судың үстінде жүріп бара жатсаңыз, бірақ ол суда жүруіңіз қиын болса, онда сапарға шығатындығыңыздың белгісі және сол сапарда кейбір қиыншылықтар болатындығына ишара. Түсіңізде құдыққа түсіп кеткеніңізді көрсеңіз, жақсы әйелге үйленетіндігіңіздің белгісі. Түсіңізде үйіңіздің суға толғанын көрсеңіз, Алла тағаланың сіздің үйіңізге береке беретіндігінің белгісі. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және де подписаться бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.